апай асықпай шығараспай үлгере алмай қаласыз. 30, 33, 35 есепке дейін үлгеру керек. Барынша асықпай шығаруға тырысам. Запись қосып қойдым, запистен қайтып қарап аласыңдар, хорошо? Асықпай дегенде просто сендер үлгеру керексіңдер да бүкіл есепке. Так, бірінші. Так, бізге не дейді бірінші есепте? Мұндай бір амалдарды орындаңдар деген берілген. Негіздері бізде бір болып тұр, е? Қараңдар. Үш негізді А көбейтілген үш негізді А. Не істей аламыз біз? Мына жерлері бір болып тұр ғой бізде. Мен не істей аламын? Екеуін көбейтіп жүре аламын, яғни үш негізді А көбейтілген А деп. Сол сияқты алайын да мына екеуін мен не істей қояйын? Біріктіре қояйын. Үш негізді түбір астында, түбір асты 25 минус түбір асты 17. Оны көбейтемін мен мынаған. Түбір асты 25 плюс түбір асты 17. Мынау сендерге неге ұқсап тұр? Бұл бізде қысқаша көбейту формуласы. А минус Б, А плюс Б. Ол бізде қалай ашылатын еді? А квадрат қосылған, минус Б квадрат қосылған деп қоямын. Б квадрат. Так, сонда салып жіберетін болсақ, бізде үш негізді все еще қалады. Ішінде түбір асты 25-тің квадраты минус түбір асты 17-нің квадраты. Не істейді? Түбірмен мынау менде жойылып кетеді. Сонда менде не қалды? Үш негізді түбірдің ішінде менде қалды 25 минус 17 қалды. 25-тен 17-ні азайтсам, менде 8 қалады. Ал 8 деген менде не ол? 2-нің кубы. Не істейді? Мынау екеуі менде жойылып кетеді. Сонда тек қана 2-нің өзі ғана қала қояды. Сонда бұл есептің жауабы бізде А жауабы бола қояды екен. Так, сұрақ жоқ қой? Жоқ. Так, мына жерде былай істейік біз. Мынаны қысқаша көбейту формуласымен аша қояйықшы. Есімізге түсіріп алайық бірінші. Так, А куб қосылған Б куб. Ол бізде не еді? Ол бізде А плюс Б, А квадрат минус АБ плюс Б квадрат етін. Осымен ашып жіберейік мынауымызда. Мынаны осымен ашамыз біз. Кеттік. Сонда бірінші бізде 196 қосылған 141 болады. Көбейтеміз. 196-ның квадраты минус 196 көбейтілген 141 плюс 141-дің квадраты бөлінген 337 минус 141 көбейтілген 196. 196 мен 141-дің қосындысы маған 337-ні береді, аламда екеуін қысқартып жіберем. Сол кезде менде мынау қалды. Сонда менде не қалды енді? 196-ның квадраты қалды, минус 196 көбейтілген 141 плюс 141-дің квадраты минус 196 көбейтілген 141. Мына екеуі бірдей болып тұр ғой. Алайында екеуін біріктіріп жіберейш. Тең болады 196-ның квадраты минус 2 болады. Екеуі қосылады. Көбейтілген 196 көбейтілген 141 плюс 141-дің квадраты. Мынау бізге неге келіп тұр? Бұл бізде қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Қандай түріне келеді? Қараңдар. А квадрат минус 2АБ плюс Б квадратқа келіп тұр. Осындай ғани орнына қой жерім. Осы бойынша істейтін болсам, сонда менде бұл А минус Б-ның квадраты. Бізде А минус Б-ның квадраты. Сонда менде 196 минус 141-дің квадраты болады. Азайтсам менде 55 болады. 55-дің квадраты, 55-дің квадраты менде 3025-ге тең екен. Сонда А жауабы. Так, сұрақ болмаса кеттік. Сұрақтарым бар болса тоқтатып қоя бересіңдер. Келесі бізге мынандай бір неге өрнектелген, кесінді берілген, бізге не дейді? Наяқтағы так Б, С кесіндісін табыңдар дейді. Б, С кесіндісін табыңдар дейді. Так, енді қараңдаршы, біз былай істейік. Мына жер бізде, мынау бізде түзу сызық болып тұр, мына жеріміз. Бұл жер бізге не болады? 180 градусты береді. Бияқты біз альфа деп алатын болсақ, онда бізде мына жеріміз қалай болады? Альфамыз не болады? 180 азайтылған 120. 60 градус болады мына жеріміз.
альфа бізде 160-қа тең. Енді қараңдар, мынау белгі деген бізде бұл 90 градус деген сөз, иә? Ал бізде үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 90 градусқа тең. Сонда мына жерді мен бетта деп алатын болсам, мына бұрышты. Бетта қосылған 190 градус, қосылған 60 градус, менде неге тең болу керек? 180 градусқа тең болу керек. Сонда беттам неге тең болады менің? 180 азайтылған 90 азайтылған 60 градус. Бәрін азайтып жіберсек, менде 30 градус шыға қояды. Менің беттам мына жерім 30 градусқа тең екен. Енді қараңдар, бізде мынандай бір үшбұрыш пайда болды. Так, мынандай бір үшбұрыш пайда болды. ОСБ, ОСБ. Мына жақта қараңдар, мына жер бізде 60 градус, мына жақ менде 30 градус, мына жер менде 90. Ереже бойынша мен сендерге айтатын 60 градусқа қарама-қарсы тұрған бұрыш бізде А түбір асты 3 болады. 90 градусқа қарама-қарсы тұрған бұрыш бізде 2А болады. Ал 30 градусқа қарама-қарсы тұрса, ол бізде А болады. Енді қараңдар, бізде мына жерді былайынан алатын болсақ, мына жерді былайынан алатын болсақ, бізде не деп тұр? Радиусы 1-ге тең болып тұр. Сонда мына жер біздің сәлем, мына жеріміз радиус болады да, ол бізде неге тең болады? 1 сантиметрге тең болады. Мына жеріміз біздің 1 сантиметр болады. Егер сонда мына жер бізде 1-ге тең болатын болса, аяқ 1-ге тең болатын болса, онда біздің обымыз не болады? Тең болады 1-ге. Ал обы деп тұрған бізде мына жағдайда не ол? 2А болып тұр. Осы жерден аны табатын болсам, менің ам неге тең болады? 1 бөлінген 2-ге тең болады. Тауып алдым амды. Енді не істеймін? Маған қай жерді табу керек? Именно БС дейді. БС деп тұрғаным, менің мына жер, маған мына жер белгісіз болып тұр. Не істей қоямын? Ол жер менде болып тұр, мына жер, менің басым. Значит, А түбір асты 3, орнына аның орнына не істеймін? Мен қойып жіберемін 2-ден 1-ді. Көбейтілген түбір асты 3. Сонда менде түбір асты 3 бөлінген 2 шыға қояды. Бұл менің басымның ұзындығы. Бұл бізде Д жауабы. Есеп бойынша сұрақ бар ма? Жоқ. Так, келесі. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Өте оңай есеп. Не істейміз? Просто орнына қойып жібереміз. 2, 3 қосылған 4 плюс 6 көбейтілген 3. Так, 2, 3-ке 4 қоссақ 7 болады, қосылған 18. 14-ке қосамыз 18-ті тең болады 32-ге. Кеттік арғарай. Келесі, Y-ті X арқылы өрнектеңіз. Не істейміз? Y-ті X-қа, X-ті Y-ке алмастырамыз. 14X минус 4Y тең 15 деп берілген. 14, мен оны не істеймін? Алмастырамда 14Y минус 4X де қоям. Тең 15-ке. Маған осы жерден Y-ті тауып ал керек. Сонда менде 14Y тең болады 15, 4X болады, е? Y-ім тең болады 15 бөлінген 14, қосылған 4X бөлінген 14. Бөлетін болсам, менде наяқта 3,5X болады мұнауым. Мұнауым менде минус 3,75 болады. Бұл бізде С жауабы. С жауабы. Так, оңай есеп. Болып кетті. Ау? Так, Так, бір минут қоя тұрыңдар. Бізде минус болды таңбасы. Біз Y-ті тауып жатырмыз ғой, я? Мынау аяқта плюс болды, я мына аяқта плюс болады таңба бізде. Плюс болады. Мына жауап. Так, теңдеулер жүйесін табындар деген. Бізге уже не істеген? Y-ті қортық болған, соны Y-імізді аламыз да, мына жерге қоя саламыз. X плюс 13 минус 2X. Сәлем, тең 10 дейміз. Мына X не болады? Минус X болады бізде. 13-імізді былай қарай жібереміз. 10 минус 13. Минус X тең болады. Минус 3-ке. X тең болады 3-ке. Бірден мына екенін көріп тұрып, тексере салайық орнына қойып. Y тең болады 13 минус 2 көбейтілген 3. Сонда 13 минус 6 бұл бізде 7-ге тең екен. Міне сонда С жауабы. Так, есептер оңай бұлар.
келесі функциясының алғашқы функциясын табыңдар деді. Матпес сендер функцияны, туындыны бастадыңдар, бірақ әлі интегралға жеткен жоқсыңдар. Интегралды қалай табамыз, ол неге ұқсас болады бізде? Яғни fx бізге не берілген? Ау? Мен табайыншы. Хорошо, айта ғой. 3x 5 дәрежесіне біреу қосылады. 3x 6 дәрежесі бөлінген 6. Қосамыз 5x. Оған да бір қосылады 4 болады. Бөлінген 4. x квадрат бөлінген 2. Плюс 3x болады. Қосылса. Қосылса, молодец. Не істедік? Яғни біз дәрежесіне плюс 1-ді қостық, осы дәрежесіне шыққан санға бөліп жібердік. Тура сол сияқты бәрін істей қоямыз. Ал бос тұрған мынау сандарды, олардың жанына x-ті тіркеп жібереміз интеграл тапқан кезде. Яғни сол бойынша енді есептейік. Не болады бізде? Мынау мен мынауымыз қысқарады бізде, Сонда x-тің 6 дәрежесі бөлінген 2 қосылған 5 бөлінген 4 көбейтілген x-тің 4 дәрежесі минус, мынаяқта 2 шығады, қысқарады. X-тің квадраты плюс 3x плюс с. Так, бұл бізде қай жауап? 5x4 минус x квадрат. Мынаяқта бізде минус алды? Минус. Көбейту екен ғой. Міне, сонда бізде мына жауап болып тұрма, Сонда бізде Б жауабы екен. Апай. Айта ғой. 5x дәрежесіндегі 4 бөлінген 3 қосылған 1 дегенше. Ол қалай 5-ті 4 болып кетті? Міне, былай ғой, мынаны қазір сен қосып жіберсең, мына жерде сенде 4 шығады, дұрыс па? Сен мынау көбейту ғой мына жерде. Сонда сен бұны 5, x-ның 4 дәрежесі бөлінген 4 деп жазсаң да болады. Все, көрмей қалдым, дұрыс. Түсіндім. Кеттік ары қарай. Бізге не дейді? Бізге цилиндрді берілген. Не дейді? Цилиндрдің көлемі 675 метр куб, сантиметр куб, ал биіктігі 3 сантиметрге цилиндрдің осіне параллель және одан 9 сантиметр қашықтықта қима жүргізілген дейді. Осы қиманың ауданын табыңдар дейді. Так, цилиндр. Цилиндр бізде міне былай болады. Так. Так, цилиндр енді қараңдар. Бізге не дейді? Осіне параллель дейді. Цилиндрдің осіне параллель. Биіктігі дейді. Бірінші биіктік деген ол бізде не болады? Ол бізде мына жер, ол біздің биіктігіміз болады. Ол бізде 3 сантиметр дейді. 3 сантиметр дейді. Енді осіне параллель 9-ға оси деген қараңдар. Ось деген ол бізде центрі. Мына жерді біз былай алайық, О деп белгілесек, мына жерде О1 десек, яғни шеңбердің екеуінің центрін қосқан, бұл бізде ось болады. Мынау сызық бізде ось болады. Енді қараңдар. Біз не істейміз бұны? Аламыз да, бізге айтады, осіне параллель дейді, яғни 9 сантиметр қашықтықта жүргізілген дейді. Міне, мына сызық бізде ось болып тұр ғой. Міне, мына сызық бізде ось болып тұр. Осыған параллель дейді, яғни 9 сантиметр қашықтықта, примерно мына жерде. Так, басқа қалам алайын мен. Не істейді? Мына жерден алады да бізді қият дейді. Міне, мына жерден алады да 9 сантиметр параллель жүргізеді да, кесінді. Сөйтті, осы жерден мені былайынан қиып алады біздікін. Былайынан қиып алады. Міне, бізге не істеу керек? Мына суретті табу керек. Бізде бірінші қима деген не десеңдер? Мысалы, бір көз алдымызға белгілі бір мысалы торт елестетейікші. Мынандай бір тортымыз бар бізде. Осыны алайықта біз мына жерінен бүйтіп алып қиятын болсақ, міне, тор ортасынан қиятын болсақ, бізде мынандай бір не пайда болады ғой? Қима пайда болады, дұрыс па? Так, бүйтіп қалған бір қимамыз пайда болады. Міне, мына жер, мына пайда болған мына жер, ол бізде қимамыз болады. Мынау бізде қима болады. Фигурамыз. Енді алайықта, мынан бәрін өшіріп тастайық. Бізге, значит, не істеу керек? Мына жерде белгілі бір бізде төртбұрыш шығып тұр ғой, қараңдаршы. Мынау бізде белгілі бір төртбұрыш болып тұр. Міне, мынандай бір төртбұрыш болып тұр. Бізге осының не істеу керек? Ауданын табу керек. Соның енді ауданын есептейік. Так, кеттік ендеше. Бізде бірінші не істейміз? Бізде мына жер О1, мына жер ол бізде H болып тұр. Яғни бірінші берілген жазып алайық. Белгілері енгізейік.
Так, бізде көлеміміз неге тең дейді? 675 пи сантиметр кубқа тең. О1 ол бізде биіктікпен бірдей болып тұр, ол бізде 3 сантиметр. Аш. Енді бізге нені табу керек? Так, былайынан алайық. Мына жерді біз түзу жүргізейік. Былай қарай, ол бізде не болсын? А болсын. Мына жер, мына нүктеміз С болсын, мына нүктеміз Б болсын. Енді мына жерде біз О1 дедік, мына жеріміз біздің Д болсын, мына жеріміз Е деп ала қояйық. Мына жерді С деп алдық. Так, все вроде бәрін енгіздік. Енді қараңдар, бізге нені табу керек? Мына жерді табу керек. Мына жер бізде Е болып тұр ғой. Мына үшбұрыш табу керек. Үшбұрыш Б, С, Д, Ені. Б, С, Д, Ені табу керек бізге. Бұл бізде белгісіз. Енді біз бірінші былай істейікші. Біздің көлемімізбен жұмыс жасап алайық. Бізге көлемді белгілеп қойған пи р квадрат h-пен табамыз біз цилиндрдің көлемін. Енді ол бізге неге тең дейді? 675 пиге тең дейді. Не істейміз? Бірден пиларды қысқартып жібереміз. H-ымыз бізге неге тең еді? 3-ке тең. Тең болады 675-ке. Осы жерден 675-ті мен 3-ке бөлетін болсам, менде r квадратын тең болады 225-ке. 225 менде қалай болып шығады? Ол менде 15, плюс минус 15, бірақ біз плюсті тек аламыз. Сонда менің радиусым 15-ке тең екен. Радиус деген, мына жерден, центрден былай жүргізетін болсам. Так, мынаны өшіріп тастайын да, басқа цветпен алайыншы. Былайынан жүргізетін болсам, мынау менде радиус, Бұл менде қаншаға тең дейді? Бұл менде 15-ке тең дейді. 15-ке тең радиусым. Енді қараңдар. Бізде не деп тұр мына жерде? Қашықтық деп тұр. Қашықтық деп тұрса, бізде бірден есімізге 90 градуспен түседі бізге қашықтық. Енді осы мен кішкентай үшбұрышымды мынау шеңберді мына жерге сызып алайыншы. Так, енді бізге былайынан сызайық. Мынау бізде ортасы О. Былайынан. Қашықтық бізге 90 градуспен түседі деп айттық. Мына жеріміз А болып тұр, мына жеріміз С, мына жеріміз Б болып тұр. Енді қараңдар, бізге не деп тұрмыз біз? Біз оның радиусын 15 дедік. Мына жер 15 радиус, мына жерде 15 бізде. Аяғымыз 90 градус. Бізде биіктігіміз 3 сантиметр. Енді біз не істейміз? Мына жер бізде не дейді? 9 сантиметр қашықтықта, мына жеріміз біздің 9-ға тең. Не болып тұр? Мынау бізде Пифагор болып тұр. Сонда Пифагормен табатын болсақ, алайық. Так, сонда біз ОБ-ны, ОБ квадрат, но гипотенуза ғой. ОБ квадрат тең болады бізде ОА квадрат қосылған АБ-ның квадратына. Бізге нені табу керек? Бізге АБ-мыз белгісіз болып тұр. Сонда X тең болады. ОБ деген бізде 15-дің квадраты минус 9-дің квадраты тең болады. Сонда так бізде бұл x квадрат, сонда 144-ке. Осы жерден менің абым шыға қояды 12 болып. Абымды мен тағы да тауып алдым. Енді мына жерден біз нені есептейміз? Енді абыны тауып алдық. Біз мына жерде білдік қаншаға тең екен? Біздің мына жеріміз 12-ке тең екен. Енді қараңдар, мына жер бізде 12-ке болса, мына жерде де бізде тура сол үшбұрыш қой. Мына жерде де, значит, бізде 12-ке тең деген сөз. Значит, енді мен мына қимамды мына жерге сызып алайын. Біз биіктік бойынша мына жер бізде 3-ке тең деген сөз. 3-ке тең деген сөз. Биіктік бойынша мына жер менің 3-ке тең. Маған, значит, мына жерді тауып алу керек. Мен о жерде есептедім ғой. 12-ке 12-ні қоссам 24. Мына жер 24. Енді не істеймін? Просто аламды аудан есептей қоям. S тең болады. Ол бізде не болады? Так, наяқты әріптермен енгізсек, B, D, S, E. Яғни, B-сыны B-ға көбейткенде. А көбейтілген ба ғой бізде? B-ны көбейтем B-сыға. Сонда 3 көбейтілген менде 24 болады екен. 3-ті 24-ке көбейтсек, бізде 72 шыға қойды. Сантиметр квадрат. Д жауабы. Есеп бойынша сұрақ бар ма? Жоқ. Кетті. Келесі бізге былай берілген. Не істе дейді? Теңсіздігін шешіңдер дейді. Мынаның бәрін 5-ке көбейтіп жіберейінші мен. Көбейтіп жіберейінші 5-ке. Или пластик.
2 орындарын алмастырайыншы. Бірінші x'терді бір жаққа жинайын, сандарды бір жаққа жинайын. Сол кезде 2x плюс 5-тен 1 x болады, е? Үлкен 5,125 минус 7,125. Так, 5-тен берем. 11x болады, е? Бөлінген 5 үлкен мына жерде минус 2,125 бола қояды. Сонда аламызда мына жерде не істеймін? Мен мынаны былай істейікші. Мынаны біз айналдырып алайықшы мына жерге. 2-де 125 деген ол менде не ол? 2 негізді 125 бөлінген 1000 емес па? Енді мына екеуімен қысқартатын болсам, мына жерде менде 8 болады. Значит, менде 2-де 1-ден 8 деген сөз. Оны кәдімгідей бөлшекке келтіретін болсам, 17-де 8 шығады. Сонда 11x бөлінген 5 үлкен болады, менде 17 бөлінген 8-ге минус бар алдында. Орнына қойдым, не істеймін? Былайнан көріп жерім. 11x. Ау? Қай жер 12? Жоқ, ана жерде 17 мен 8 болмай ма? 17. 11 мен 17. Асында 8. 2-ні 16, 17 болады. Міне. Жөндеп қойдым. Енді қараңдар. Мына жерде сонда бізде. Ана жерде 8 болмай ма енді? Так, ойбай, мен 17 орын жадастырып тастадым, я. Яқта 8. Так, енді дұрысталды, я. 11-ді 8-ге көбейтсек, бізде болады, так, 88x үлкен болады, 17-ні бізге 5-ге көбейткенде. 17-ні пластик болмасы бірден. Так, байлайық. X үлкен дикті бірден минусы тұрады. 17 көбейтілген 5 бөлінген 8 көбейтілген 11 деп алайық. Сонда бізде x үлкен болады. 17-ні 5-ге көбейтсек 85, астында 88. Енді аламызда не істейміз? Сызып жібереміз. Іші боялмайды. Минус 85-тен 88. Не істейді? X-іміз үлкен болып тұр. Мына жағын бояймыз. Сонда жауабы менің бола қояды. Минус 85-тен 88-ге дейін және плюс 8-ге дейін. Сонда бұл бізде Д жауабы. Так, кеттік ары қарай. Теңдеуін шешіңдер дейді. Жақшаны не істейміз? Ашып жібереміз. Былайнан көбейтеміз, былайнан көбейтеміз. 3x минус 12 минус 4x плюс 28 тең 13-ге. Минус x болады. Нақта тең болады. Так, 13 минус 16 дейінші бірден. Сонда минус x тең болады минус 3-ге. Мына екеуі жойылып кетеді. Сонда x-ім тең болады 3-ге. Жеңілесеп, е? Кеттік ары қарай. Келесі тағы да бізге интеграл берген. Кеттік. Сонда бізде 3x не болады? 2 дәрежесіне қосамын 1-ді, 3 болады, бөлемін осыны 3-ге. Минус 5 не болады? Жай сан жанына x тіркеледі. Қосылған константа, тұрақты. Сонда бұда менде не шығады? Мына екеуі қысқарады. X-ның 3 дәрежесі минус 5x қосылған с шыға қояды. Яғни бұл бізде Д жауабы. Келесі не дейді бізге? Теңдеуінің шешімдері бола алатын сандар жұбын тап дейді бізге. Бірінші ашайық ішіне кезек-кезек. 5x минус 10y болады, плюс 3y минус 6 үлкен 4-тен. 5x, x-ті қосатын ештеңе жоқ, минус 7y так, үлкен болады, бізде 4-ке 6-ны қосақ 10-нан. Не істейміз енді мұнаның орнына біз просто сандарды қойып тексере қоямыз. Кеттік бірінші, бізде 2 мен минус 2-ні, соны тексерейік. Бірінші. Так, 5-дің орнына қоямыз 2-ні, минус 7 көбейтілген минус 2. Үлкен 10-нан дейді. 10 шығады. Так, минус 14 плюс 14. Сонда 24 бізде не деп тұр? Кіші 10-нан деп тұр. Қате ма? Тұжырым қате. Келесі. Келесін тексеріп көрейік. Так, 3-тен 1-ді көрейікші. 3-тен 1-ді. 5-дің орнына көбейтеміз 3-ті, 7-дің орнына 1-ді.
Так, 5-ке 3-ті көбейтсек 15, азайтамыз 7-тен, үлкен 10-нан дейді. 15-тен 7-ні азайтсақ, бізде 8 шығады, 8 бізде кіші 10-нан. Тұжырым орындалды, значит бізде жауап А жауап екен. Есеп түсінікті ма осы уақытқа дейін болған есептер? Иә. Бізге не дейді? Д абысы дұрыс тетраэдрдің абы қыры мен дысы қырының ортасы арқылы жүргізілген қимасы дейді. Бізге не болатын, яғни қимасы не болатын анықтау керек. Так, тетраэдр сызайық. Белгілі мұндай бір тетраэдр. Так, ол бізде мынау бізде тетраэдр болады. Мынау бізде тетраэдр. Белгілеп алайын. А, Д, Т, С и Б. Енді қараңдар, бізге не дейді? АБ қырымен, міне. АБ қырымен және ДС қыры арқылы, так, ДС қыры арқылы бізге не дейді? Ортақ не жүргізілген дейді? Қырының ортасы арқылы жүргізілген қима. ДС-ның ортасы арқылы. Міне, тура ортасы. Мына жер бізде теңдей бөлініп тұр деген сөз. Не жүргізілген дейді? Бізге қима дейді, міне. Мындай бір қима жүргізілген. Мындай бір қима. Значит, маған не істеу керек? Мына жерді анықтау керек. Бұл менде не болып тұр? Үшбұрыш болып тұр. Яғни осы үшбұрыш бізге қандай үшбұрыш деп тұр? Бізде дұрыс тетраэдрдің қасиеті бойынша бізде оның қабырғалары бәрі тең болады. Яғни оның қабырғаларының бәрі бізде А болады. Енді қараңдар, біз мына жерде үшбұрыш бойынша бөлетін болсақ, былай қараңдар. Мынау үшбұрышты қарастырайық. Мынандай үшбұрышты қарастырайықшы, мына жерден үшбұрыш. Так, Д, С, Б-ны қарастырайық. Д, С, Б, міне. Д, С, Б. Бұл бізде не істеп тұр? Мына жағынан бізде түсіріліп тұр, е? Міне, мынау бізде түсіріліп тұр. Ол бізде дұрыс үшбұрышқа түсірілген нәрсе, ол бізде медианада болады, бисектрисада, неде болады? Биіктікте болады. Яғни ол бізде не істейді? Мынаны теңдей бөледі. Мынау бізде общий А ғой, значит, ол бізде А бөлінген 2, А бөлінген 2 болып бөлінеді. Мына жерлері Аға тең, бұларды ешіңе бөлген жоқ бізде. Енді қараңдар, бізге осы жерден нені тауып алу керек болып тұр? Міне, бізге мынаны тауып алу керек болып тұр. Яғни, есептейтін болсақ, бұл бізде үшбұрыш жағы Б, Д, Е дедік. Ал кеттік, сонда бізде Б, Д квадрат тең болады Б, Е квадрат қосылған Д, Е квадрат. Пифагор бойынша. Осы жерден бізде мына жеріміз А болып тұр, Б-дымыз тең болады. Мынау бізде Б, Е белгісіз болып тұр, е? Міне, мынау Б, Е. Б, Е-міз белгісіз болып тұр. Мына жерде Е деп алайық. Б, Е-міз белгісіз болып тұр. Б, Е. Сонда Б, Е деп қалдыра берейік. Пока что Д, Е-міз, қараңдар, Д, Е-міз бізде А бөлінген 2 болып тұр. Міне, біз мына үшбұрышты қарастырып жатыр пока что. Так, плюс ол бізде А бөлінген А квадрат дейінде бөлінген 4 деп кетінші бірден. Не істейміз? Мынаны табу үшін А квадраттан минус А квадрат бөлінген 4-ті азайтамыз, тең Б, Е квадрат. 4-ке келтіреміз. 3А квадрат бөлінген 4 болады. Б, Е квадратым. Осы жерден түбірасына салып жіберетін болсам, менің Б, Ем тең болады. Түбірасты 3А бөлінген 2-ге. Біз оны есептедік. Енді не істей қоямыз? Мына жерде енді үлкен үшбұрыш наяққа көрсете қойын. Үшбұрышқа А біздің үшбұрышымыз мына жері Е, мына жері бізде Б үшбұрышы. Енді қараңдар, мына жері, мына жер бізде не болып тұр? Жаға түбірасты 3А бөлінген 2. Мына жерде де бізде тура сондай үшбұрыш қой. Мына жерде қандай үшбұрыш болса, мына жерде тура сондай үшбұрыш. Сонда мына жерде менде не болады? Түбірасты 3А бөлінген 2 болады. Мына жер менде А-ның өзіне тең. Міне, асты А-ның өзіне тең. Енді қараңдар, мына жері не болып тұр? Менде бүйірлері тең болып тұр. Бұл бізде қандай үшбұрыш болады? Бүйір қабырғалары тең болатын болса. Тең бүйірлі ма? Тең бүйірлі үшбұрыш болады. Осылайынан дәлелдейді екенбіз. Есеп түсінікті ма? Сұрақ бар болса қойып ала қойыңдар. Так, сұрақтарым болмаса, ары қарай кеттік. Бізге не дейді? Мына жерде функциясының алғашқы функциясын табыңдар дейді.
Бізде мынандай формула. Косинус 2 альфа деген формула бар. Ол бізде не? Косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа етін. Енді қараңдаршы, мына жерде fx-та мен минус жақсан тышынан шығарып жіберейінші, менде не болады? Косинус квадрат альфа x бөлінген 5 минус синус квадрат x бөлінген 5 болады. Мынау ұқсап тұр ма? Ұқсап тұр. Сонда менде не болады? Минус алдында тұрады. Сүйше минус косинус альфаның орында менде x бөлінген 5 тұрады. Тең болады. Сонда минус косинус 2x бөлінген 5. Маған енді мынаның алғашқы функциясын табу керек. fx-ті табу керек. Сонда енді бізде косинустың несін интегралын тапқан кезде біз не істейтін едік? Оныкі бізде синус x болады, и астында x-тің туындысы плюсы. Кеттік, осыған қой жіберейік. Сонда интеграл бізде болады минус косинус 2x бөлінген 5 dx, тең дейміз. Сонда бізде косинусымыз минус алдында тұрады, синусқа ауысады. 2x 5 пока что өз орнында қалады. Астында не болады менде? 2x бөлінген 5-тің туындысы бола қояды. Плюсы. Енді мынаның туындысы бізге неге тең? 2x бөлінген 2 бөлінген 5-тің өзі. Сонда плюссысы бар. Енді мен не істеймін? Мына 5-ті үстіне көтеріп жіберем. Тең болады минус 5 бөлінген 2 синус 2x бөлінген 5. Қосылғансы. 2-ні 5-ке бөлсек, минус 2,5 шығады. Синус 2x бөлінген 5 плюсы. Так, бұл бізде в жауабы екен. Есеп түсінікті ғой? Иә. Келесі. Шар және оның бөліктеріне сәйкес келетін дұрыс формуланы анықтаңыз дейді. Қай формулалар бізде дұрыс болады? Бірінші, шар бетінің ауданы. Бізде шар бетінің ауданының формуласы қандай еді? S. Кім айтады? Алдын қапта жаттадыңдар. PR квадрат па? Жоқ, 4 болады. 4 пи r квадрат болады. 4 PR квадрат. Иә, бізде мына жерде 4 жетіспейді, поэтому бізде дұрыс емес. Келесі, мынаны тексерейік. Бізде шардың ауданының формасы қандай еді? PR квадрат. Ой. 2 PR квадрат. 3. 3-тен 4 пи r куб етін. Мына жерде не істеген? Тоже 4-ін ұмытып кеткен. Бұл жауапта бізде қате. Енді сегмент бойынша бізде қай формула дұрыс болатын еді? Б жауабы дұрыс. Б жауабы дұрыс болады. Мына жерде бізде 2 болмау керек. Мынау сонда бізде дұрыс формула. Формуланы өзінің білгендерінің өзі сендерге бал алып келеді негізі. Так, кеттік ендеше. Теңдеудің түбірлерінің қосындысын анықтаңыз дейді. Сендердің бұрыннан шығарған есептер. Айта ғой. Алдыңғы есепке нешесі бар? Бұл жерде біз просто формула арқылы есептейміз. Иә, сәйкес дұрыс формуланы табыңдар деген, сол дұрыс формуланы ғана белгіледік. Мына жерде формулалар қате. Хорошо. Теңдеудің түбірлерінің қосындысын анықтаңдар дейді. Не істейміз? Жаңа айнымалы енгізейік. Былай істейікші, түбірасты x квадрат плюс 3-ті біз а деп алайық. Енді қараңдар, мен осыны иррационалдықтан құтылсам, былай не істеймін? X квадрат плюс 3 тең аны екі жағында квадраттасам, менде сонда а квадрат тең болады x квадрат плюс 3-ке. Мынау менің сонда а болады, мынау менде, анауым а квадрат болады, мынау менде а болады сонда. Кеттік. А квадрат қосылған а тең болады 12-ге. Так, енді сонда а квадрат плюс а минус 12 тең 0. Ветпен тауып жіберейік бірден түбірлерін. А1, А2-ні. Так, бізде мына жерде бір түрде ойлайық. Сонда екеуінің қосындысы бізде минус 1-ді беру керек, ал көбейтіндісі бізге минус 12-ні беру керек. Ол бізде минус 4 пен 3. Қос жіберсем минус 1 шығады, көбейтсем минус 12 шығады. Так, енді не істеймін? Орындарына қойып тексеру керекпін. Бірінші А1 тең минус 4 үшін істейін. Бізде түбір асты x квадрат плюс 3 тең болады минус 4-ке. Жұп негізді түбірдің астынан бізде минустан шықпайды. Бұл жауапты ескермейміз.
a2 тең 3-ке үшін тексерейік. Сонда түбір асты x квадрат плюс 3 тең болады 3-ке. Ерте санаттан құтылам, екі жағында квадраттайм. Сонда x квадрат плюс 3 тең болады менде 9-ға. X квадрат тең болады 6-ға. Сонда менде x-ім не болады? Плюс минус түбір асты 6-ға қояды. Маған не деген? Түбірлердің қосындысын тап деген. Так. Сонда мен естемін түбір асты 6-ны қосамын минус түбір асты 6-ға. Не болады? 0 шығады. Сонда менде жауабым В бола қояды екен. Так, сұрақ болмаса кеттік ары қарай. Келесі бізге не дейді? 2x минус 7y тең 0 теңдеуін шешіңдер дейді. Біз мынаны шештік па бағана? Или болмады ма? Ұқсас болды. Ұқсас болды апай. Ұқсас болды тек, иә, бұл емес, иә. Десе шығарып. Так, орнына қой жерем тағы да. 2x қалады. Ненің орнына қойды кім ғой? 7x минус 5 тең 20-ға. 2x минус 7x плюс 35, е? 35 тең 20-ға. Минус 5x болады. Минус, мынаны былай жүрсем, минус 15. Минустар жойылады, x тең болады, 15-ті 5-ке бөлсек 3-ке. X-ін тауып алдым. Так, оған келетін жауап, пока что бізде А жауабы. Тексере салайық. X, так, 3 минус 5 тең минус 2. Дұрыс екен жауап. Оңай деп. Так, кеттік. Келесі бізге не дейді? Функциясының алғашқы функциясын табыңдар дейді бізге. Ал кеттік есептей қойық. Fx тең болады. Так, 5 көбейтілген x 4 плюс 1 не істейміз? Соған бөл жібереміз 5-ке. Минус косинустікі бізге неге тең болады? Синус x. X-ның туындысы өзі бірге тең, сондықтан не істей қоямын? 10-ның жанына x тіркей қоям. Плюсса. Мына екеуін қысқартып жіберем. Тең болады менде сонда. X-ның 5 дәрежесі минус 3 синус x плюс 10x плюсса. Так, бұл бізде мына С жауабы. Кеттік келесі. Тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасы 29 см, ал оның бір катеті 21 см болса, екінші катетін табыңдар дейді. Үш бұрыш сызамыз. А, С, Б деп белгілеп алайық. Не дейді бізге? Гипотенуза деген ең ұзыны. Мына жер 90 градус деп аламыз. Тік бұрышты үш бұрыш. Ең ұзыны гипотенуза бізде 29 болады. Катеттері деген мына екеуі. Бізге не дейді? Бір катеті 21. А-быны біз 21 деп алайық. Бұл бізде не? Значит, асын табу керек біз. Бұл бізде Пифагор теоремасы. S квадрат тең А квадрат қосылған Б квадрат деп алатын болсақ, орнына қойсақ сонда бізде 29-ның квадраты, X квадрат қосылған 21 квадрат. Осықтан X табатын болсақ, ол бізде түбір асты, так, 841, 21-дің квадраты, 29-кі 441. Сонда, так, сал жерсек, бізде 400 шығады, ол бізде 20-ның квадраты. Сонда 20 сантиметр. Қарапайым Пифагор. Келесі. Шектеусіз кемелі геометриялық прогрессияның дейді алғашқы мүшесі берілген, еселігі берілген прогрессияның қосындысын табыңдар дейді. Бізде B1 не дейді? 0,7 дейді. Q-мыз 0,1, S-ті табу керек. Шексіз кемелі геометриялық прогрессияның формуласы қандай еді бізде қосындысының? B1 бөлінген Q мен 1 минус Q. B1 бөлінген 1 минус Q. Орнына қой жүреміз сонда. Так, 0,7 бөлінген 1 минус 0,1. 0,7, 0,9, екеуінде көйіттерекші 10-ға. Сол кезде бізде бола қояды, так, 7 бөлінген 9. С жауабы. Қазір 1 минут күте тұрыңдар.
Все, кеттік ары қарай. Бізге не дейді? А векторы берілген, Б векторы берілген, бізге мынаны табу керек, иә? Бұның бізде формуласы бойынша былай қойып қараңдар. Так. Яғни А векторын көбейтіп, Б векторы көбейткенде бізде 0 шығу керек. Міне мынау біздің негізгі формуламыз. Осыған салып жүреміз, яғни. Так, мен былай ала қояйын енді. Бізде А векторы неге тең дейді? N минус 5 және 2. Б векторы менде 1, 4 және минус n. Кәдімгідей аламда екеуін бір-біріне көбейтіп жүремін. Міне, мынаны мынаған көбейтем, мынаған көбейтем. Тең болады сонда менде. Так, А көбейтілген Б, иә, тең болады. N-ді бірге көбейтсек, n болады. Минус 5-ті 4-ке көбейтсек, минус 20 болады. 2-ні n-ге көбейтсек, минус 2n болады. Яқта сонда таңбалар осылай болды. Плюс деп алайық мына жерді. Плюс деп алайық. Сонда тең болу керек екен 0-ге бізге. Ал кеттік. Сонда осыны кәдімгідей шығара қоямыз. n минус 20 минус 2n тең 0. Минус 2-ні індесең минус n тең 20-ға. Сонда n тең болады минус 20-ға. С жауабы. Есептен сұрақ жоқ шығар, иә, өткен тақырыптарын. Так, Жоқ. кеттік. Келесі. Бізге не дейді? Б тең 2 болған кезде өрнектің мәні қалай болады дейді. Орнына қойайық. 2 минус 3, 2-нің квадраты 4, плюс 2 плюс 1, минус 2 көбейтілген 4 минус 2. Нәқта минус 1-ге тең болады. Көбейтеміз 7 минус 4-те. Көбейтсек минус 7 минус 4 тең болады минус 11-ге. Өте оңай есеп. Келесі логарифм. Бізде логарифмде қандай қасиетін есімізге аламыз? Логарифм А негізді Б тең С-ға. А-ның С дәрежесі бізге Б-ға тең болады. Сонда Б тең болады А-ның С дәрежесіне. Кеттік. Лайнан жүріп отырық осында біз. Сонда бізде не болады? 2х плюс 1 бөлінген x плюс 3 неге тең болады бізде? 2-ден 3-тің 1 дәрежесіне, немесе 2-ден 3-тің өзіне. Тепке-тек 1-ден. Енді қараңдар, біз не істейміз? Анықталу облысын тауып аламыз. Міндетті түрде. Ол бізде x плюс 3 тең болмау керек 0 деген сөз. Сонда x-іміз тең болмау керек минус 3-ке. Наны шешейік енді. Былайнан көйт жүреміз. 2х плюс 1 көбейтеміз 3-ке, x плюс 3-ті көбейтеміз 2-ке. Жақшан ашайық. 6х плюс 3 тең болады 2х плюс 6. X-тарды бір жақа, Y-терді бір жақа. 4х тең болады 3-ке. X тең болады 3-тен 4-ке. Бөліп жіберсем 3-4-ке 0,75 шығады. А жауабы. Ары қарай кеттік. Теңсіздігін шешіңдер дейді. Өткен жолы ғана қайталаған тақырыбымыз. Уақыт қанша болды бізде? Әлі уақыт бар екен біршама. Кеттіктен шеше қояйық. Яғни тангенс x-іміз үлкен немесе тең 1-ден. Не істейміз? Бірлік шеңберге сызамыз мынаны. Бірлік шеңбер радиусы 1-ге тең. Бүкіл жақтан, не? 1-ге тең. Енді қараңдар. Бізде не істейтін едік? Бізде тангенста ол пи бөлінген 2-мен минус пи бөлінген 2-де ғана анықталушы еді ғой, дұрыс па? Енді бізге не дейді? 1 деген ол бізде тангенс 1 деген ол бізде пи бөлінген 4-те. Пи бөлінген 4 деген ол бізде 90 градус пен 0 градус пен 90 градустың арасында примерно мың жерде жатыр деп есептейік міне. 1 пи бөлінген 4 мың жерде жатыр деп есептейік. Енді не істейміз? Ішін бояймыз, себебі бізде қатаң деп тұр. Аламыз да мына центрінен былайнан сызамыз. Сонда сағат тілімен былайнан жүріп отырмыз біз. Енді бізге не істеу керек? Егер бізге не десе, қараңдар, үлкен немесе тең десе, біз не істеу керек? Біз үстіне қарай сандарды аламыз, мына жақтағы сандарды, яғни мына жердегі біз сандарды алу керекпіз. Яғни бізге мына жерді есептеу керек. Мына екі жерді. Сағат тілімен алған кезде мына екі жерді есептеу керекпіз.
Енді біз не істейміз? Мына жерді есептеудің қажеті жоқ, біз мына жерді бірден есептеп кетейік. Сонда біз сағат тілі бойынша бастайтын болсақ, мынау біздің бастау нүктеміз болады, мынау біздің аяқтау нүктеміз болады. Пи бөлінген 4 бізде пенмен анықталады. Үлкен немесе тең болады бізде. X-тан наның іші бізде ешқашан боялмайды. Үлкен болады, не болады? Пи бөлінген 2-ден плюс пенге дейін. Сонда бұл бізде болады мынау А жауабы. Сұрақ бар ма бұл есеп бойынша? Сіз бағана қай жерде боялмайды дедіңіз? Қай жерде боялмайды дедіңіз дейсіз бе, әлі боялады ба? Боялмайды. Боялмайтын үсті боялмау керек, асты боялмау керек. Біз тек қана үстін боямыз. Егер сен былай сұрайтын болса, келмейді деп сұрайтын болса, онда сен мына аралықты алатын едің. Мына аралықты алатын едің. Бірақ саған үлкен деп тұрғасын, біз не істейміз? Біз плюсқа қарай жүреміз, оң бағытқа қарай жүреміз. Сондықтан сен мына аралықты ғана бояйсың. Аха. Көшіре қойайын оны. Кеттік. Келесі бізге функциясының туындысын табыңдар дейді. Туындыға есеп көп екен, как раз қайталап аласыңдар. Так, біз бірінші наны алайықта, біз реттеп алайықшы, ыңғайлы болсын. X-тің бір дәрежесі, ал не деген, түбір деген 2-ден 1, иә. Сонда не істейміз? Қасиеті бойынша қосылып кетеді, яғни оның дәрежелері. Ортақ бөлімнен береміз, иә. Сонда X-тің бізде 3-ден 2 дәрежесі. Бұл дегеніміз не? Түбір астындағы X-тің кубы деген сөз, иә. Енді кеттік, орнына қояқ сонда бізде fx дегеніміз не болып тұр? X-тің 3-ден 2 дәрежесі плюс 8x плюс 2022. Осының бізге туындысын табу кереккен. Туынды тапқан кезде не істейміз? Біз азайтамыз да 3-ден 2-ден азайтамыз 1-ді, бірақ тура алдындағы сан өзінің алдына түседі. Көбейту. Плюс 8, яғни дәрежесі түседі алдына. 8 не дейді? X-тен Нақта 1 дәрежесі тұр, 1-ден 1-ді азайтсақ, бізде 0 көтеті 8-дің өзі қалады. Ал мынау бізде 0-ге көбейтіледі деген сөз. Сонда 3-ден x, мына жерде x бар, ортақ бөлімге келтіреміз, иә? Минус, так, бола қояды бізде 2-ден береміз, 3-ден қоямын. 2-ден 1 болады сонда, иә? 2-ден 1. Бұл дегеніміз не? Ол бізде түбір деген сөз. 3 түбір асты x бөлінген 2 плюс 8 деген сөз. Бұл бізде жауабы. Келесісі. Абы кесіндісі дейді бізге функциясының мәндер жиыны дейді. Бізде қарандаш мұндай формула бар. Y тең болады a көбейтілген синус kx плюс b көбейтілген косинус kx. Мұна коэффициенттер тең боп тұрса дейді. Бізде коэффициенттер не боп тұр? Тең боп тұр. Екеуі де 2024. Енді қарандар. Мен мынаны былай шеш, ал бұл жердегі с деп отқаным, яғни қарандар. Бізде бұның мәндер жиыны y тиісті болады минус с-дан с-ға дейін. Ал с деп отқаным менің кәдімгі Пифагор теоремасы. А квадрат қосылған б квадрат. Осыған сал жүрем аламда. Енді қарандар, бізде мына жерде аның орында менде 2024 тұр, ал бұның орында мына жерде менде 1 тұр ғой, жазылмаса да менде минус 1 менің бім боп тұр. Сонда орнына қойып жіберейін. А менің түбір асты 2024 болып тұр, ал бім менің минус 1-ге тең болып тұр екен. Аламда Пифагорға сал жүрем. Сонда s тең болады түбір астында. Түбір асты 2024-тің квадрат минус 1-дің квадраты. Плюс, Пифагорда менде плюс қой. Тең болады. Түбір асты квадраттар жойылады, 2024-тің өзі қалады. Минус 1-дің квадраты плюс 1 болады. Түбір асты 2025. Түбір астынан 2025 менде 45 болып шығады екен. Сонда менде оның анықталуы болса не болады екен? Так, минус 45-тен 45-ке дейін болады екен. Енді қарандар, мәндер жиыны. Бізге не дейді? Мына өрнекті табыңдар дейді. Біріншісі сонда не істеймін? Біріншісі минус 45 минус 45. Ол менде 90 болады. Минус 90. Модульдің ішінен плюс 90 болып шығады. Келесі не дейді? Минус 45 қосылған 45. Менде 0-ге тең болады. Сонда міне
90 және 0 деген жауаптар бізде дұрыс жауап болады. Есеп бойынша сұрақ жоқ қой. Кеттік келесіне. Дұрыс алты бұрышы қабырғасы осылай берілген дейді. Төмендегі шамалардың мәндерімен сәйкестендіріңдер дейді. Бірінші сырттай сызылған есептейік. Сырттай іштей деп тұр. Алты бұрыш сызып алайық. Менің алты бұрышым енді бір түрлі болды. Осының сыртына сырттай шеңбер сызған. Мені сырттай шеңбер сызған. Енді қараңдар, бізге мынаны мен алып былайынан бөлетін болсам, ішіне үш бұрыштарға, ол менде 6 дұрыс үш бұрыштың қосындысы болады. Яғни мына жерде 2 түбір асты 3, мына жерде 2 түбір асты 3, яғни бүкіл жері 2 түбір асты 3. Мынау менің, оның диагональдары қосылатын нүкте, ол менің центрім болады, о нүктесі болады. Енді қараңдар, мына жер менде 2 түбір асты 3 болатын болса, мына жер, яғни радиусы менде неге тең деген сөз? 2 түбір асты 3-ке тең деген сөз. Сонда мен не істей қоямын? Кәдімгі формуласын салып жіберем. Пир квадрат ауданның формуласы. Сонда r менің 3, так көбейтілген r менің сонда мынаның 2 түбір асты 3-тің квадраты. 3 көбейтілген 4, көбейтілген 3 бола қояды. Сонда менде болады 3-те 14 қой. Неге? 3-те 14 екен. 3-те 14 деп аламыз. Сонда менде бола қояды 37-де 68 шығады екен. 37-де 68. Біріншісін таптым. 37-де 68. Екіншісі енді не дейді? Іштей сызылған дейді. Мынау жаңағы алты бұрышымыздың ішіне мен не істеу керекпін? Іштей сызу керекпін. Іштей сызу керекпін. Шеңбер менің уже ішінде тұр. Енді қараңдар, оның белгілі бір центр бар, всегда шеңбердің бізде центрі болады. Енді осыдан біз былайынан түсірейінші мына жерге. Екеуіне қарай түсірейін. И мынау мен бүйтіп қысылып тұр. Мынау менде радиустары, кішкентай r-лер радиустары. Мынау менде түсірем. Қараңдар, мына жер радиустары менде қалай болады? Былайынан кішкентай үш бұрыш салайын. А, Б, С, Д, Е, Ф болсын. А, Б, С, Д, Ф болсын. Енді сында менде мына жерде қандай үш бұрыш? Е, так, Д, О үш бұрышы, я. Осы жерде бағана не дедік? Біз дұрыс үш бұрышта бізде ол түсірілген неміз биіктік болады, бисектриса, медиана болады дедік. Не істейді? Бізде мына жер 2 түбір асты 3 қой бізде. Мына жерлер 2 түбір асты 3 қой. 2 түбір асты 3, 2 түбір асты 3. Енді қараңдар, бізде мына 2 түбір асты 3-міз 2-ке бөлінсе, значит түбір асты 3 қосылған түбір асты 3 болып тұр ғой мына жеріміз. Енді мен не істей қоямын? Сонда Пифагор теоремасы бойынша маған мына жер белгісіз болып тұр міне. Бұл жерде есептеу үшін мен не істеймін? Мынадан, міне, бұл менде катеті, я. Сонда маған О, мына жерде алайық біз, N деп аласайық. О, N табу керек. Ол үшін не істеймін мен? Е одан квадратынан азайту керекпін мен Е N-нің квадратын. N-нің квадратын. Бұл менде түбір астында болады. Сонда О, N тең болады менде 2 түбір асты 3-тің квадраты азайтылған түбір асты 3-тің квадратынан. Так, бұл менде, көбейтсек 12, мынауым 3-ке тең болады. Бұл менде түбір асты 9 екен. Сонда менің кішкентай r-ім түбір асты 9-ға тең екен, радиусы. Сонда енді аламда екіншісін есептей қоям, ол менде не болады уже? S-ім пи кішкентай r квадрат болады. 3-те 14 көбейтілген түбір асты 9-дың квадраты. Сонда 3-те 14-ті мен көбейтемін 9-ға. Сонда менде жалпы шығу керек. Примерно, так, 3-те 9-ға көбейтсек 27, 28-де 26, 28-де 26. Мына, сонда мына жауап шығу керек екен. Бұл бізде жауабы. Бұның жауабы. Есеп бойынша сұрақ бар ма? Жоқ. Көп мүшенің белгісіз коэффициентінің мәндерімен сәйкестендіріңдер дейді. Просто мынаны ашып жіберейік бірінші. Көбейтейік каждайын былайынан. 2х-тің 5 дәрежесі плюс 4х-тің кубы плюс 2х квадрат плюс 3х-тің 4 дәрежесі 3 емес 6, плюс 12х-тің квадраты и плюс 9х
9x. Ортақ нәрселерді біріктірейін. Так, бізде ұқсас болып тұрған тек қана квадраттар екен, е? Сонда менде 2x5 плюс 4x куб плюс 14x квадрат. Нақта еще мен алтын зарежден таса кеттім. Так, плюс алтының 4 дәрежесі плюс 4x куб плюс 14x квадрат плюс 9x. Енді мұнамен бізде сәйкестендіріңдер дейді. 2x5 плюс 6x4 плюс ax куб плюс bx квадрат плюс 9x пен сәйкестендіріңдер дейді. Так, аның орында 4-іміз тұр екен, бұның орында 14-іміз тұр екен. Сонда б'мыз 14-ке, амыз бізде 4-ке тең екен. Ол 90-нан қарай қоямыз. Келесі, теңдеуінің түбірлері екені белгілі дейді. Так, осы жерден аяқтай қояйық. Мына жерде қалған есептерді, сосын келесі неге қоса қоям, қаршы. Все, шыға қойсаңдар болады. Сау бола қойыңдар.